Сәлем баршаға, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздерге мерекелік дастарханға арналған осындай әп-әдемі және дәмі өте керемет болып шығатын салаттың дайындалу жолын көрсететін боламын. Менімен бірге дайындап көріңіздер және видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге керекті азық-түліктер ол қайнатылған жұмыртқа, сәбіз, 2 картоп, тауық еті піскен, майонез және пищевой пленка керек болады. Ең алдымен таза ыдысымызға үткіштің үлкен бөлігінен картопты өткізіп аламыз. Картоптан кейін жұмыртқаны өткіземіз. Салаттың толық жазбаша рецепті видеоның астына қалдыратын боламын. Піскен тауық етін 4 бұрыш етіп ұсақтап турап аламыз. Ұсақтап туралған тауық етін ыдысымызға саламыз. Мен мұнда аздап ірімшікті, яғни сырды үткіштен өткізіп салдым. Сіздер де салсаңыздар болады. Дәміне қарай аздап тұз саламыз және майонезді салып, жақсылап араластырып аламыз. Біздің салатымыз дайын, осылай болып шығады. Мұны әзірше шетке қоя тұрамыз. Салатымыздың одан да әдемі болып шығуы үшін піскен сәбізді үткіштің ұсақ бөлігінен өткізіп аламыз. Сәбіздің барлығын өткізіп алдық, осылай дайын. Енді пищевой пленканы аламыз, немесе пищевой пленка болмаса, кез келген целлофанды алсаңыздар да болады. Пышақтың көмегімен кесіп аламыз. Енді пищевой пленканың үстіне 1 немесе 1,5 ас қасық үткіштен өткізілген сәбізді салып, осылай домалақ формасына келтіріп, бір тегіс етіп жайып аламыз. Тура видеода көрсетілгендей етіп жасасаңыздар болады. Өте қатты жұқа қылмай, қалыңдау етіп жайып аласыздар. Енді жайылған сәбіздің үстіне 1-1,5 ас қасық дайын салатымызды салып, домалақ етіп, жан-жағын тегістеп аламыз. Енді пищевой пленкамыздың 4 бұрышын бір-біріне біріктіріп, домалақ шарик жасап аламыз. Тура осылай видеода көрсетілгендей етіп. Пищевой пленкамызды ашамыз осылай, және қасықтың көмегімен айналасындағы сәбіздерді бір-біріне біріктіріп, тегістеп, домалақтап аламыз. Міне біздің мандарин салатымыз дайын болып қалды. Енді оны тарелкеге салып аламыз. Және бетін өз қалауларыңыз бойынша әсемдесеңіздер болады. Міне біздің мерекелік дастарханға арналған мандарин салатымыз дайын. Осылай әп-әдемі, дәмі өте керемет болып шығады. Іштері осылай болады.
тойымды салат болып шығады. Әсіресе балаларға дайындап берсеңіздер, балалар өте сүйіп жейді. Сіздерге де дайындап көруге кеңес беремін. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Егер осы видео ұнаса, каналға жазылып, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Алда көптеген рецепттер болады. Келесі кездескенше сау болыңыздар.